Текті қайдам, тексіз туса тектіден, епті қайдам, епсіз туса ептіден, күйеуінен қорықпайтын әйелді, Құдайдан да қорықпайды деп білем. Көріп жүрміз әйелдердің түр-түрін, баласынан артық күтер кірпігін, ал әйелдер, айтыңдаршы еркексіз ертегідей өтеді ме бұл күнің? Сенбеңіздер қиял толы ертекке. Ертекке емес сену керек еркекке. Еркектерсіз өткен өмір өкініш, өкініштен бармақ тістеп, жер теппе. Еркек деген бостандықты қалайды. Көз болған соң қара көзге қарайды. Қарай берсін, қараса да бәрібір сені ғана періштеге балайды. Оған бола түспесінші еңсеңіз. Ең бастысы оны сүйіп сенсеңіз, алдамайды, қарамайды басқаға, жүрегіне сәл тыныштық берсеңіз. Қыдырсын деп үйде жалғыз қалдың ба? Берілмеші қызғанышқа әр мұңға. Хабарласып ала берме мазасын, ұят болар достарының алдында. Хат жазып қой, оған сол да жетеді. Еркек деген әркез елең етеді. Кейде түзу, кейде қисық кетеді, өз төсегі оралатын мекені. Әйелдер ай, көз іздейтін соқырдан, соқырдың да көз әйелден шоқылған. Аталарым аттанғанда соғысқа, әжелерім үйде күтіп отырған. Ең бастысы адал сенім асқағар, екеуінсіз ойды шайтан басқарар. Күйеулерің достарына аттанса, керісінше үйде соғыс басталар. Ақылменен шешіңіздер ақылым, өмір қысқа өлшеп берген шақырым. Кейде шаршап жұмысынан кеш келсе, асын беріп жатқыза сал ақырын. Еркек деген өз балаңдай тұңғышың. Еркек деген бақыт құсың, жыл құсың. Еркек түзде жүргеннен соң қашанда жан жағынан жасалады мың қысым. Түсін оны, сыры қайғы, мұңы шер. Ол сияқты тағдыр уын кім ішер? Еркек деген айфон сотка сияқты, сипап қалсаң өз ісіне кірісер. Еркек қана бұйрық берер патшаңыз. Еркек қана жеміс төгер бақшаңыз. Мұрнымды кесіп сізге берейін сол еркектен, артық біреу тапсаңыз. Еркек деген еркелетер күйеуің. Еркек деген сүйенерде сүйеуің. Дәрі-дәрмек отына кетпейтін еркек деген жүректегі сүйелің. Бұйырғанмен қыдырыстың мың сәті, сізге закон сол кісінің рұқсаты. Бір сатыға төмен болсаң бағынып, күйеуіңді көтергенің бір саты. Айтатынын қабағынан ұғыңдар, артық кетсе бәрін ішке тыныңдар. Жылы сөзді анда-санда естейтін еркектерді еркелетіп тұрыңдар. Өлеңнің авторы Саят Әбенов, оқыған Бейімбет Күмісбекұлы. Достар, ағайындар, видеоларым ұнаса арнама тіркеліп, лайк басып қолдап отырайық.